4-ке 3-ті қоссақ 7, оған 2-ні көбейтсек 14, оны 14-ке бөлсек тең 1. Жауабы 1 емес. Себебі бізде бөлу мен көбейту келсе, бізде бөлу бірінші орын алады, көбейту екінші орын алады. Енді бұл есептің дұрыс шығарылуын қайтадан шығарып көрейік. Бізде 4-ке 3-ті қоссақ 7, мұнда 2 көбейту бөлу 14 бар. Енді жаңа айтқандай бөлу бірінші орын алады, сонда 14 2-ке бөлсек 7, көбейтілген 7 бізде 49-ға тең. Сонда бізде соңғы дұрыс жауабымыз 49 болады екен.